Бәріңе сәлем достар, сіздермен Дольф, және бүгінгі видеода мен қалай анимация жасау керек екенін үйрететін боламын. Ал видеомыздың бұрын каналыма тіркелейік, видеоға лайк басайық, және комментарий жазайық, және де қоңырауын басып кетейік. Бұл маған өте үлкен жақсылық болады. Ал кеттік. Flippa-Clip приложениесіне кіреміз, плюсикті басамыз, және де анимацияға ат қоямыз. Егер қозғалысты бейнелеген келсе 12 fps, ал егер жай ғана біреудің сөйлеген көрсеткілген келсе 2. Және де егер видеоредакторда анимацияны өңдейтін болсаңдар 1280x720 пиксель, ал егер видеоредакторды қолданбасаңдар 1920x1080 пиксельге қойыңдар. Ал мына жерде өздерінің анимацияларыңа фон таңдай аласыңдар. Бояудың суретті таңдау үшін біз картиналардың суреті ол галереядан қарайсыңдар, ал фотоаппараттың суреті ол фото. Ал мұндағы ең маңызды құралдар қалам, өшіргіш, бояу және текст. Қаламның 4 түрі бар: қарандаш, қылқалам, қалам және маркер. Егер бірінші кадрдағы бейнені екінші кадрда қайталап салғың келмесе, жаңа астындағы кадрдың ретін басыңдар, копировать дегенді басыңдар, және де блокноттың суретін басыңдар, яғни вставить. Сонда тура бірінші кадр сияқты екінші кадр пайда болады. Егер толық кадрда емес бір бейнені ғана өткізу керек болса, жай ғана лассоны қолданамыз. Лассомен сол бейнені бөліп аламыз. Және де төбеде орналасқан копироваттың суретін басамыз. Оны басқан соң келесі кадрда соны қосамыз, сосын вставитті басамыз. Лассоның көмегімен тағы бір бейнені ерекшелеп, оны орналастырып, және де оны жойып тастауға болады. Өшіргішпен өшіргенде осындай проблема болмау үшін оның размытиясын 0%-ке қоямыз. Егер бірдеңеден қателесіп қалсаңдар, төбедегі артқа қайтаратын кнопканы басыңдар. Ал егер де қателесіп қалдым деп ойлап қателесіп қалсаңдар, онда келесі кнопканы басыңдар. Ал әзірше осы достар, егер сұрақтарың болса, комментарий жазып кетіңдер, мен қуана жауап беремін. Ал егер де сұрақтар көп болса, мен осыны екінші бөлім шығарамын. Ал егер видео ұнаса, менің каналыма тіркелейік, видеоға лайк басайық және комментарий жазайық, және де қоңырауын басып кетейік. Ал сіздермен болған мен Дольф, бәрінде сау болыңдар.